Сәліммен Қалима кеткен соң ыдыс-аяғын жуып шайып, қазан жақтағы кішірек асадал сөреге қойғаннан кейін Ләззат жағын таянып ой басып қалған Қабақтың қасына отырып: «Қабай, жүр, көлдің суы жылы шығар, көлге барып келейік» деді. Ләззат оңаша отырғанда Қабаққа назданып, ауыл адамдарымен бірге Қабай дейтін. Қабақ аты аталмайтын. Осы өңір елі түгелімен Қабай дейді. Қабақ оның азан шақырып қойған аты ма, әлде Қабанбай, Қабанбек, Қабылқақ, Қабылан болып, содан қысқартылып айтуға жеңілденіп Қабақ аталып кетуі де қазақ дәстүрі. Қабақ Ләззатты бауырына қарай тартты. Әлгінде ғана ішкен ыстық қара көже бусандырған денеден ашы тердің иісі аңқып, Ләззаттың кеңсірігін бойлап, кеудесінің ішін кеулеп, Қабаққа жабыса түсті. «Жүр, көлге барып келейік». Теңіз деңгейінен 2500 метр биіктіктегі текше көлемі ат шаптырым. Ортада бір бүйірін қара жартасқа тіреп, келесі жағын қызыл құмды төмпешіктерді көмкеріп, терістік беті томарлы жасыл жазықпен жалғаса келіп, шығысын сортаң сұрғылт доңғылдардың етегі ернеуін жауып жатқан көлдің түнгі көркі еріткен күмістей мөлтілдеп жатыр. Ай шомылған айнакөл. Көлге келіп құятын бастаулы бөктерлі түбек, ал көлден бөлініп шығатын сулы сазды шүмек дейді. Анау жартастың үстінен қарағанда бұл тұс құтты қойдың жіліншігінен сәбиге арналып жасалынған шүмек іспетті көрінді. Көл жағалай елі қонған, жаздың рақаты жайлау, бірақ баяғыдай емес. Баяғыдай жайлаудың салтанаты жоқ. Онынан, одан да көп құлын байланатын желілердің, қоралы қой өретін қотандардың жұрты тұяқ тимегесін тусып кеткен. Ақ шаңқан, боз үйлердің орнына қара бұршақ, қоңыр үйлердің саны көбейген. Өкіметке өңін бермеген тек табиғат. Көл тыныш, көл тұнық, көк дөңбек аспан, күміс табақтай ай, дөп дөңгелек, баяу қалқиды, айнала сүттей жарық. Аяқ асты көк майса, күндіз қолының ұштарында бір-біріне тигізбек түгіл қатар жүруге қымсынатын Қабақ пен Ләззат қолтықтасып келе жатыр. Сонау жерден көлге сұғына орналасқан үлкен қара жартас қана бұл екеуіне қабағын түйіп сұқтана қарап тұрғандай. Мүлгіген тыныштық. Екеуі иық тірестіріп көл жиегінде біраз отырды. Сонан соң бірін-бірі сүйрей жетелеп көл суын жағалай кешті. Жетектесіп су белуарларына келгенше жүріп барып тоқтап отыра қалып, матып қайта түрегелді. Ләззаттың торғын көйлектері денесіне түгелдей жабысып, қыпша белі жұмырланып, бөксесі бөлектеніп бүлтиіп, екі мықыны торсиып, екі омырауы бұлтиып, бейне қолдан соққан мүсіндей дене пайда болды. Ләззат көл бетіне аунай кетті. Әппақ бауыры жарқ-жарқ етіп аунаған балықша төңкеріледі. Мына әсем сұлулыққа Қабақтың өзі көз алмай құмартып қарап қапты. Ол тұла бойын шымырлатқан қуаттың күшімен суға қарғып барып сүңгіп кірді де Ләззатты білегіне көлденең алып су бетіне көтере шықты. Ләззат екі аяғымен суды шапылдатып сыңғырлай күліп әлек. «Қабай, қой деймін, Қабай!» «Қоймаймын!» Қабақ Ләззаттың денесін қаңбақ құрлы көрмей суға бірнеше рет матырып алды да тікесінен тіп-тік шаншып қояға салды. Белуарынан тасқып, қысып, аймалап, құшып, көйлегін сыпырып шешіп тастады. Ләззаттың әппақ білегі Қабақтың мойнына орала кетті. Оның айдың сүттей жарығымен әрленген бүтін жалаңаш әппақ тәні Қабақтың қоңыр тұлғасына қасықтап құйған ақ күмістей жабысты. Іштен жалын дем шығып, дене отынан көл бусанып қайнап жатқандай. Бар нұрым барынша осы екеуіне төгіп, көк жүзіне жалғыз өзі елік еткен ай, қабағын қарыс түйіп, қабар біші өртеніп тұрған қара жартас қана емес, бүкіл дүние тірлік тынысын ішіне тартып, екеуін тамашалап қалғандай тыныштық. Қабақ тап осы сәт дегбірі таусылып, Ләззатты шалқалата көтеріп, қарына көлденең алып, бүкіл бетін Ләззаттың ақ тамағы алқымына тыққан бойда жағаға қарай ала жөнелді. Қабақтың мойнына жыланша оралған Ләззат: «Қабай, болмайды, үйге барайық» деуін оның құлағының түбінен жылы деммен үзіп-үзіп жеткізді. Айтуын айтып қалса да, тап осы жерге жатқыза салса да кетәрі емес. Әбден пісіп жетілген жемістей, жарылғалы сыздап тұрған құмарлық тастақты жағаның тасының арқа басына батқанын да, жанның ауырғанын да сездірмес еді.
Қабақ ләззатты көтерген бойда отауына ала жөнелді. Енді өмірінің қызығы отауында, өз үйінде, ақ босағасында жалғасады. Кеше ғана анасын жесір, баласын жетім еткен жебір қоғамның тұқымыңды тұздай құртамын деген арам ниетінің желкесін қиып, екі жарты қосылып бір бүтін болып, қара көктердің ұрығын егіп өмірдің өзегін жалғайды. Жыл дегенің жылқы аунап тұрғанша деген. Демде өте шықты бір жыл. Қабақ елге басшы болды. Ел басқару екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. Халқың қанша болса, сонша адамның тағдыры мойныңда. Оны көтеру ердің ісі. Кеше әкесін жаусың, жау болғанда халықтың жаусың деп байлап матап алып кетіп, Қобда қаласы абақтысына апарып қамап, айға толмас аз уақытта құмды айдалада қазылған ор жиегіне отырғызып қойып, қара түнде қара құсынан атып көміп тастаған әлекедей жаланғандар бүгін оның ұлын партия ұясының басшысына тағайындап жатқанда Қабақ қыңқ еткен жоқ. Керісінше қайсарланып, үріккен ешкідей үрпиіп қалған үркердей шоғыр үшін барын салып қызмет етуге бел буған. Қоғамды ит қуған қояндай қылғанды иттің етінен жек көрсе де, күн үшін күштінің дегеніне көнбей бұра тартқан жері жоқ. Еңсесі түскен елдің иінін көтеру үшін жаспын деп майыспай, ақсақал болып ақыл айтты. Басшы болып бағыт бағдар берді. Үкімет партия деп сөйледі. Сөйтіп 2 жылдың ішінде ел қамын жеген едігеге айналды. Алайда Қабақтың бұл қара өзген, қоғамшыл, жаңашыл, қызылшыл қылығы біреуге ұнаса, енді біреуге жақпаған. Жақтырмайтындардың жең ұшымен жалғасатын жер түбіндегі ордалы ұясы бар ма? Ойлағандары орындалып, оза шауып, одағайланып жүреді. Іңір, қазан жақтағы төсегіне арқасын төсей жайғасып шығарда есік алдындағы жер ошақта асулы тұрған қара қазанның астынан жанған қызыл жалынға қарап, ұзақ телміріп отыр Қабақ. Қара қазан қарап тұр, қызыл ошақ жалап тұр. Хем. Сол бір жылы жазда атасы Ақмердің ауылына барған. Әкесі ат қосшысын қалдырып Қабақты әдейі ертіп алған. 3 күн болып, ойнап, күліп аттанған есінде. Әкесі аяқ астынан бұл ауылға не үшін келді? Неге 3 күн бойы біраз үлкен кісілер кеңес құрды? Ол жағынан мағлұматы болмаған. Содан бір ай өтті ме өтпеді ме, әкесі ұсталып кетті. Сол сапардың мәнін әкеден сұрап та үлгірмеді. Сонда үлкендер не жайлы кеңесте екен? Бүгінгі басына үйірілген қара бұлттың сол кезде әкесінің де басына түсіп елдің еңселі адамдарына барып ақылдасты ма екен? Салқын қабақпен барған әке еңселеніп, ширап, ширығып қайтқан. Ал Қабақта қазір ақылдасар аңғарлы адам да жоқ. Шеменіңді жарып, шеріңді тарқатып, сырыңды ашып, кең көсіліп кеңесетін кісіңнің барының өзі бір бақыт екен ғой. Бәрі өзі құралыпты. Көргендері көкжиектен араспайтын жандар. Ақылды алып кел, шауып кел, ақ кісіден, сөзінде де өзінде де қонақ жоқ сәлімнен. Қанып безер Қаңқабайдан сұрай ма? Қабақ ауыр күрсініп, егіндегі пышақ қыры көктеген сақалын оң қолының қысыртымен батыра үйкеп жіберді. Ләззат Қабақтың алдына дастарқан жайды. Азын аулақ ас тағамын қойып, қара шайын ұсынып, тізесін Қабақтың тізесіне тірей жайғасты. Осы кезде Қабақтың ойы да кілт бұрылып, естен кеткісіз бозбалалық шаққа әлгіндегі ой отарына қарай бұрыла жөнелді. Ләззат Қабақтың ойының үстінен түскендей. Қызық қой, есіңде ме алғаш рет жайлауда, көл жағасында ымыртта қозы бөліп жүргенде сен қасыма келіп, Ләззат дегеніңде, Ләззат онан арғысын айтпады. Сонда Ләззат дегенінде денесі ду етіп, тұла бойына шымыр жүгіріп, күйіп жанып, не дерін білмей, қалшиып, қозғалуға да шамасы келмей, төмен қарап, жіпсіз тұсалып тұрып қалғанды. Мұтпапсың ғой, есімде. Сонда саған жақындап келіп, саусақтарыңның ұшынан ұстағанымда, тіл аузым байланып, жүрегім аузыма тығылып, денем өрт шалғандай дуылдап, саусақтарыңды мыти беріп едім ғой, есіңде ме? Құшағыңа кіре бергім келіп, өзіне қарай тарса деп тілеп тұрсам да, өзім сүйіп алуға батпай, сүйіп алса ғой деп тұрғанымда, қойшы, болды, енді доғара ғой. Бауырыма қыса тартып сүйейін десем өкпелеп қалама деп тұрып шөп еткізіп бетіңнен сүйіп алып едім ғой. Ләззат сықылықтай күліп, Қабақты иығынан жұдырығымен жай ғана әлсіз нұқып қалды.
Қабақ оны ту сыртынан қапсыра құшып, емізіп отырған баласымен қоса өзіне қарай тартып, маңдайынан иіскеді. Иіскеді де ауыр күрсінді. Бағанадан басын айналдырған салмақ той қайта оралды. Жаңа ғана сабасына түскен жанайын, жанайын деп енді ғана тұтап, анау жер ошақтағы қара қазанын айналдыра шарпыған қызыл оттан қайнап тасып, еш жиған жайдары өмірдің жарқын жарығын тағы сөндірмек ниетті жүргендер жетеді екен. Күрсінгені несі? Тоныңды ит жеді ме десей, жемесе де жейтін бастанып тұрғаны не деп тұр? Көзіме қос көрініп, арбасынып, өгіз өледі болып тұр ғой. Не болып қалды? Сәлімнің бықсығы ма? Сол Сәлімнің құлағы ұзын ау. Қары қашылмаған сорлы қазақтың басына қара бұлт арылмайтын болды ғой. Сатқын дей ме? Мынау арғы беттің жансыздарына тіл жалғап, тіл алысып тұрады дей ме? Оны қойшы, бәрінен де сорқұдықтың басына сорға бола қондатам. Жалмауызға жалғызын жанынан қорқып берді атам деп ертөстік ертегісінде Кенжекейдің зарлайтынындай қонысымыз сорқұдықтың басы болды. Ел күдігі ақиқатқа айналатын түрі бар. Қабақ күйіп отыр. Ішіндегі әдемі естелік өшіп өртке айналды. Ішіндегі ызалы ойы миына шақ-шақ деді. Шаншудай қадалды. Бір емес, екі емес. Болды, жетеді. Қашам. Бауыздап жатса да тұяқ серппей өлетін қой емеспін. Ол Ләззатқа мойын бұрып еді, өзіне қарай бүрісіп тығыла түсіпті. Жанымнан қорқып, сендерді зарлатып кетемін бе деп, мен де қорқамын. Жоқ, мен сендерді жылатпаймын. Кейде ойлаймын, сен басқа адамға тигенде әлде қайда өмірің тыныш, бақытты өмір сүрер ме едің? Кім білсін? Ал сен аманат аттар ма едің? Ләззат чап ете түсті де дереу үнін жұмсартып, біз сенімен бақыттымыз, не айтып отырсың Қабай? Ләззаттың есіне ана бір жылы ел ішіне қауесет көп тарап, екі кісінің басы қосыла қалса, бәленше ұсталады екен. Халық жау екен. Түгеншені үйінен алып кетіпті. Жапонның шпион екен, ал бәленше тыңшы екен деген сөздер қаулап кеткен. Ақыры соның бәрі шын болып, ауылдың атқа мінерлерін қырғидай сыпырып алып кеткен болатын. Тап сол заманның қайта оралғанына не дерін білмей тілі күрмеліп, қабақтың иығына басын сүйеп, бауырына тығыла, қорқып кеттім деді. Қорықпа, несіне қорқамыз? Құдай салды құлгөнді. Жанымыз кімнен артық? Жағаласып жастығымды ала жатайын дейтін бетпе-бет келген жауың жоқ. Шетінен біртіндеп сүйек кемірген иттей мүжіп жатқаны жанға батады. Бір әрекет қыламыз. Күшік деп Ләззаттың алдындағы баласының мұрнынан қысып қойды. Бүйтіп кеміріліп таусылғанша құп көрсе, елді алып алтай асып, қалың жатқан кереге қосыламын. Қыр соңыма түскен екен, құртпай қоймайды. Бәріміз болмасақ та біріміз аман қалармыз деп, бекінген жоғарыдағы ойының жалғасын ішіне бүгіп қалды. Ләззат болса, ел тізгінін ұстайтын еркек кіндікті қалдырмайын дегені ме? Болды ғой, тойды ғой, қашанға дейін қақсата береді деген көкейдегі сөзін сыртқа шығара алмады.